Америкалық YouTube жайлы біраз жерден естіп жүрген шығарсыз. Мен Қазақстаннан аккаунт ашсам, Америкадан оны қалай қарайды? Және сол аккаунтпен қазақша видеоларды көрсем, ол каналға әсер ете ме деген сұрақтарды естіген боларсыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Нұрсұлтан Өмірбай. Видеоға лайк басып отыруды ұмытпаңыздар достар. Егер де сіз америкалық YouTube-қа канал ашуды ойласаңыз, қалай дұрыс ашу керектігі туралы каналымда видеосы бар. Соны қарай отыра канал ашсаңыз болады. Америкалық YouTube-қа арнап канал ашқан кезде мына жалған мифтер сізді мазалауы мүмкін. Мен Қазақстанда отырып аккаунт ашсам, Америкадан көрмей қалады. Демек мен VPN қосып аккаунт ашуым керек деген ойда кетуі мүмкін. Бұл дұрыс емес түсінік, себебі аккаунт қай елден ашылса да каналға әсері болмайды. Және сол аккаунтпен қазақша видеоларды қарасаңыз да оның каналға түкте әсері болмайды. Америкалық YouTube-қа арнап аккаунт ашқан соң, сіз сәйкесінше ол аккаунтта YouTube канал ашып, оған видео жүктей бастайсыз. Ол америкалық YouTube-қа арналған видеоларды сіз Қазақстанда тұратын адамдарға көрсетпегеніңіз дұрыс. Себебі Қазақстаннан болған 1-2 просмотр аудиторияны құртып жіберуі мүмкін. Яғни YouTube сіздің видеоларыңыз қазақтарға қызық сияқты деп соларға көрсетіп жібереді. Америкалық YouTube-пен айналысып жүрген ютуберлер сол үшін каналын сұрағандарға көрсетпейді. Яғни аудитория бұзылып кетпеу үшін. Және де көптеген енді бастап жатқан ютуберлер жіберетін қателік, ол каналға видео салған кезде өзінің видеосын YouTube-тан қарайды. Оның да қазақ аудиториясына көрсетіліп кетуіне ықпалын тигізеді. Сондықтан да америкалық каналыңызды ешкімге көрсетпегеніңіз абзал. Неге десеңіз, шетел аудиториясымен қаралған просмотрда ақша көбірек төленеді. Ең бастысы, видео аттарын ағылшынша жазатын болсаңыз, шетелден қарай бастайды. Және просмотр жасау үшін Қазақстанда тұратын достарыңызға жібермесеңіздер болғаны. Достар, осы ақпараттар пайдалы болса, видеоға лайк басуды және арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бәріңізге рекомендация тіледім.